Сәлеметсің бе? Қалың қалай? Менің саған бір сұрағым бар. Менің ертегілерім саған ұнап жатыр ма? Ұнаса, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Жарай ма? Келістік. Бүгін мен саған сиыр мен ит жайлы ертегі айтып бермекшімін. Қане мен бастаймын, ал сен тыңда. Баяғыда сиыр мен ит дос болыпты. Олар жайлауда өмір сүрген екен. Екеуі үнемі бірге жүріп, бір-біріне көмектеседі екен. Бір күні сиыр итке былай дейді: «Мө, сенің өмірің оңай. Мен болсам, күнде жұмыс істеймін, адамдарға сүт беремін, шөп жеймін, пайда келемін. Ал сен болсаң, үнемі үйде жатып қана қоясың. Анда-санда бір үріп қоясың. Ал ит болса, бұл сөзге ренжіп, ваф, ваф. Иә, сенің жұмысың маңызды. Алайда мен де өз жұмысымды жақсы атқарамын. Егер мен болмасам, жайлауды кім күзетер еді? Сендерді қасқыр алып кетер еді», деп ит ренжіп кетіп қалады. Ал сиыр болса, ойланып қалады. Бірақ әлі де иттің жұмысы маңызды дегенге сенбейді. Сол күні түнде жайлауға қасқыр шабады. Ал иттің үрген даусын естімеген сиыр қатты қорқыпты. Ол басқа малдарға: «Итсіз біз қорғансыз екенбіз. Мен итке әділетсіз болыппын», деп өкінеді. Ал таңертең таң атысымен сиыр итті іздеуге шығады. Оны тауып алады да: «Досым, мен қателесіппін. Сенің жұмысың өте маңызды екен. Біз бір-бірімізді толықтырып тұрамыз», деп иттен кешірім сұрайды. Ит болса, қуанып кетіп: «Ваф, ваф, бастысы сенің түсінгенің маңызды. Енді мен саған ренжімеймін», деп екеуі қайтадан дос болыпты. Қалай ойлайсың, сиыр дұрыс істеді ме? Ал сен біреудің еңбегін бағалайсың ба? Әрине, айналамыздағы адамдардың еңбегін біз бағалап, құрметтеуіміз қажет. Демек, бұл ертегіден түйетін ойымыз: әркімнің еңбегі маңызды. Оны біз бағалап, құрметпен қарауымыз қажет екен. Жақсы, балақай. Бүгінгі ертегім аяқталды. Лайк басып, тіркелуді ұмытпа. Қош сау бол.